Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік архиві әртүрлі кезеңдерге қатысты ақпараттық деректік құжаттардың қайнар көзі. Бұл мекеменің тарихы сонау 1921 жылы 1 қыркүйекте Орынборда ашылған өлкелік архивтен басталады. Мемлекеттік архивтің құрылуына маңызды құжаттарды большевиктерден жасырып сақтап қалуға Ахмет Байтұрсынов пен Сәкен Сейфуллин зор үлес қосты. Орталық мемлекеттік архивтегі сан мыңдаған құжаттың арасында Исатай мен Махамбет көтерілісіне қатысты деректер де жеткілікті. Қазақтың күрескерлік тарихының ажырамас бөлігі саналатын бұл қозғалыстың шынайы себеп салдары маңызы жылдар бойы бұрмаланып келді. Шын мәнінде көтеріліс неден туындады? Дауылпаз ақын Махамбет арыстан ет деп сипаттаған Исатайдың Жәңгір хан саясатына көңілі толмауына не себеп? Сан сауалдың жауабы архивтегі құжаттардан табылды. Бөкей ордасына қатысты том-том құжаттар орталық мемлекеттік архивтің нөмірі 4-ші қорында Орынбор шекаралық комиссиясы құжаттарының құрамында сақталған. Онда Жәңгір ханның, Исатай Тайманұлының, Махамбет Өтемісұлының өз қолымен жазып мөр басқан хаттары бар. Жәңгір ханды білесіздер, сауатты болған, бірнеше тілді білген, шағатай тілдерін, сонымен қатар орыс тілінде жақсы меңгерген, және де бұлардағы бірінші ашылған орыс мектептерінде оқығандығы жөнінде біз айта аламыз. Себебі бұндай оқуда Махамбет Өтемісовті, Исатайды, Таймановтарды осындай мектептерден білім алған, көзі ашық сол кездегі азаматтар ретінде тануға болады. Кезінде Бөкей ханмен сыйлас болған Исатай бастапқыда Жәңгірмен де жақсы қарым-қатынас ұстанған. Жәңгір де оған ел ағасы батыр деп ілтипат білдірген. Жәңгірдің ұлы Зұлқарнайынның тәлімгері болған, одан бөлек ақындығымен хан сарайының сәнін келтірген Махамбет те билеуші қауым арасында бедел өсіп, салмақ артқан тұлға еді. Жәңгір таққа отырған соң билікті нығайтып, басқару жүйесін өзгертті. Енді мынау билерді, рубас старшындарды халық сайламайтын болды. Жәңгірдің кезінен бастап Жәңгір өз тағайындайтын болды. Өзіне жағымпазданған, өзінің саясатын жүргізетін. Бұны да біз баса көрсетуіміз керек. Жәңгір ханның Каспий жағалауындағы руларды бөліп, қайынатасы саудагер Қарауылғожа Бабажановты старшын етіп тағайындауы Исатайға ұнамады. Салқындық осы кезден басталды. Бөкей ордасы қазіргі Бөкей орда, Жәнібек, Казталовка, Жаңақала аудандары және Атырау территориясы қазіргі, немесе Астрахан, Волгоград, Саратов. Бұл кезінде осы жерде болды Бөкей ордасы. Кейін әртүрлі территориялық әкімшілік бөліністер болды да бытырап кетті. Және бұл малға, жанға өте жайлы жер. Тарихшылар айтады, қазір где-то Бөкей ордасында 25-30 адамның қолында болды дейді. Өзі 400 мың десятин жерге болған Жәңгір, інісі Меңдігер Егеде сондай жер берілген. Айналдырған 25-30 адамның қолында Бөкей ордасындағы шұрайлы 70-80% жер болды дейді. Помещиктер алды, и оны қазақ шаруаларына жалға берді. Міне осы жерде келді, проблема туындады, тұйыққа тірелді. Халықтың арасында ықпалы бар Исатай Таймановты бұған қарсылығын білдіргендігін біз осы архив құжаттарында сақталған хаттан байқауға болады. Онда былай деп жазады: Жәңгір ханның баласы Зұлқарнайынға былай дейді: сізбен бірге осы Бөкей ордасын аралап жүрген кезде былтырғы жылы сіз айтқан болатынсыз, егер осындай округтың бөлігін басқару мәселесінде Қарауыл қожа Бабажановты осындай қызметті табыстамайтындығы жөнінде айтқан болатынсыз. Исатай хатпен шектелген жоқ. Топ алдында хан әулетінің аярлығын айтып, Жәңгірмен сөзге келіп қалады. Жәңгір хан Исатайға 60 атан айып тарттырады. Сол жолы Махамбет хан сұлтандар тобымен жалғыз айқасқан Исатайдың қайсарлығына тәнті болады.
негізінен Жәңгір ханға қарсы шыққан Исатай Тайманов болатын. Қақтығысқа келетін болсақ, қарапайым қазақтың бір азаматы қайтыс болады. Осының барлығын жаңағы желеу ете отырып, Жәңгір хан мен оның маңайындағылар Исатайдың батырдың отаршылдыққа қатысты өзіндік ойы бар осындай батырдың қарсы шығуына жаңағы шектеу қою мақсатында осы мәселені де пайдаланғанын көруге болады. Сөйтіп Жәңгір хан кісі қолынан қаза тапқан бөкей ордалық қойшы Күшік Жапаровтың өліміне Исатай мен Махамбетті айыптап, Орынбор шекара комиссиясына шағымданады. Шағым рапорт түрінде жолданып, рапорт генерал-губернатор Василий Перовскийге беріледі. Нәтижесінде арнайы комиссия құрылып, Махамбет тергеуге алынады. Қор атауы. Орынбор шекаралық комиссиясының құжаттары. Қор нөмірі 4, тізімдеме 1, іс нөмірі 4197. Құжаттың сақталған жері Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық архиві. 1836 жылғы 8 қараша мен 10 желтоқсандағы тергеу барысында Махамбет Өтемісұлының тергеушілерге берген мәліметі. Менің атым Мұхаммед Өтемісұлы, жасым 33-те, дінім мұсылман, татарша сауаттымын, орысша да аздап оқып жазалам. Орынбор шекара комиссиясы тергеу жұмыстарын аяқтап, Күшік Жапаровтың өліміне Исатай мен Махамбеттің қатысы жоқ деп шешім шығарады. Бұл жауап Жәңгірді қанағаттандырмай, Орынборға қайта хат жазып, Күшік Жапаровтың өліміне Исатай мен Махамбет кінәлі деген ойынан қайтпайды. Генерал-майор Генстің Орынбор әскери губернаторы Василий Перовскийге жазған хатынан үзінді. Комиссияның жазбаларында көрсетілгендей, старшын Исатай Тайманов ішкі орда жеріндегі қашқындарды іздестіру жұмыстарына үлкен көмек көрсетті. Оны өзіңіз де білесіз. Бірақ Жәңгір хан Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлын тұтқындауды барынша өтініп сұрайды. Өйткені осы екі азаматты ішкі ордадағы мәселелерді жүргізуде өз зияндарын тигізуде деп есептейді. Орынбор шекара комиссиясының төрағасы генерал-майор Генс. Хан мен батырдың арасы шиеленіскенін аңғарған Махамбет отты жырымен Жәңгірге тоқтау айтуға тырысады. Бірақ хан райынан қайтпайды. Исатайдың ауылы теңіз жағасындағы жайлы жерлерінен мың төбеге ығыстырылады. Мұның соңы қысастыққа, әділетсіздікке көз жұмып қарай алмайтын Махамбеттің де хан сарайынан кетуімен түйінделеді. Мен ақсұңқар құстың сойы едім, шамыр хансам тақсыр кетермін, кетпейді неші кетермін, бұл барғаннан барармын, қиядан орын алармын, дұшпанға қылыш ұрармын, жазға бір ай қалғанда, аласапыран болғанда, бөліне көшкен еліңді бүріккен қойдай қылармын, жарла көшкен еліңді жаралы қойдай қылармын, мен кеткенмен тек кетпең, сізден артық табармын. Махамбет. Ханның қолдауына сүйенген Қарауыл қожа бұл мезетте алым-салықты көбейтіп, ауылдарды шауып, жұртты тонап, озбырлықтың түр-түрін көрсетті. Барар жер басар тауы қалмаған қарапайым халық енді пана іздеп Исатайға келе бастады. Жағдайдың шиеленісе бастағанын сезген Исатай Жәңгірге бірнеше мәрте хат жолдап, Қарауыл қожаның бейбастақ әрекеттеріне тоқтау салуды сұрайды. Сіздің жоғарғы мәртебелі құзырыңыздан сұрайтынымыз, болған жағдайды тексеруге біреуді жіберсеңіз екен. Олай болмаса, біз тағы да арызданамыз. Біз ешқандай қылмыс істеген жоқпыз. Сіздің қол астыңызда орыс императорына бодандық борышымызды атқарып жүрміз. Старшындар Исатай Тайманов, Ұса Төлегенов, Тінәлі Тойсойғанов. 1836 жыл 30 маусым. Жәңгір хан Исатай Таймановтың бірде-бір хатына жауап жазбайды. Тек қана өзінен жоғарғы жаңағы отаршылдық деңгейдегі басқармаға хат жазу арқылы жазалау мәселесін ғана сұрап отырады. Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісовті қамауға алу қажеттілігі туралы. Тағылып отырған айыптың маңыздылығына қарамастан,
әлі қамауға алынған жоқ. Оларды астыртын түрде ұстап, қатаң күзетпен Орал тергеушілеріне тапсыру туралы 22 желтоқсанда генерал Тимиразевке өтініш айтқанмын. Жәңгір, 1837 жыл, 11 қаңтар. Халық Исатай мен Махамбет батырларды тезірек қолдап, артынан қолдап, бұлардың жасақтарының көбеюіне ықпал еткендігін көріп отырған Жәңгір хан бірден Орынбор губернаторына хат жазып, Бөкей ордасында бүлік шыққандығы жөнінде, бұл бүліктің басында Исатай Таймановтың тұрғандығы жөнінде, және де тез арада құрықтап, қатаң жазалау жөнінде қайта бірнеше рет хат жазады. Мұндай арыз шағымдар генерал-губернатор Василий Перовскийге Исатай Тайманов тарапынан да жолданған. Орынбор шекаралық комиссияның құжаттарының ішінде мөрленген, мына құжатты көріпсіздер, төте жазуда Шағатай тілінде араласқан бұл жерде. Бұл 1837 жылы 7 сәуірде жазылған Исатай Таймановтың хаты. Міне ол кісінің мөрі тұр, өзінің мөрі. Мұнда жазған хатында осы жаңағы жер дауы мәселесі, салықтардың күшейтілуі, сонымен қатар мынау пара мәселесінің де жайында жазылған хаттары. Негізінен жаңағы жер дауы мәселесі, салықтардың көбеюі жөніндегі осы хаттарын біз жаңағы Орынбор Орал қазақтарының басшысы Покатиловтарға жазған осы хаттардан біз көре аламыз. Енді бұл мәселеде келетін болсақ, әрине бұл Жәңгір ханға ұнаған жоқ. Ішкі ордадағы алауыздықтың өршуіне байланысты патшалық билік тарапынан істің мән-жайын анықтау тапсырылды. Алайда осы мақсатпен ордаға келген уәкілдер мәселені саралай келе, наразылық Жәңгірдің ел басқару ісіндегі саясатын түсінбегендіктен туындаған деп ұйғарады. Әрине, біз Жәңгір ханның тарихта прогрессив істерін жоққа шығармаймыз. Жәңгір ханның Бөкей ордасында жәрмеңке ұйымдастыруы, мешіт салдыруы, мектеп 1841 жылы Қазақ орыс дүнияви мектебі, дәрігерлік пункттер, малды асылдандыру мәселесі, хан тоғайы дейміз, орман, табиғатқа тағы сол сияқты көп мәселелерін ешкім оның жоққа шығармайды. Жәңгір хан біз одан болғаннан кейін болған тұлға ғой енді. Ол жаңа алдында ор, артында от деп өзі айтады ғой, сол сияқты ғой. Ал ол да өзінше сол билігі жеткен шеңберінде бір жақсылық жасағысы келіп, реформалар жасап, жаңағы басқа да елдерден қатар еттірісіп жүргізуге тырысты. Қарапайым халықтың дені Жәңгірдің саясатын орыстану деп түсінді. Бір жағынан ғасырлар бойы малмен күнелткен халықты бірден әрі отырықшы болуға, әрі мал бағуға мәжбүр ету, жер ыңғайымен санаспау жағдайды ушықтыра түсті. Кезіндегі ең тегін жайылымдардың шағын бөліктерге бөлініп, арендаға берілуі де жерге таласты күшейтті. Әділетсіздікке күйінген, торыққан, тарыққандардың барлығы күрес жолына бет түзеген Исатай мен Махамбет туының астына жинала берді. Мына іске келетін болсақ, бұл істің атауы материалы о восстании Исатая Тайманова деп аталады. Бұл құжаттарда 1836 жылдан мынау 38 жылға дейінгі аралықтағы қандай оқиғалар болды, осыны мынау құжаттардың негізінде өзара хат алмасулар арқылы жеткізген. Мұнда мысалы біз келетін болсақ, 36 жылы мына хан Жәңгірдің хатының ішінде Исатай Таймановты қолдаған қазақтардың тізімін жазады. Ол кісі жазып, жаңағы генерал-губернаторға жібереді. Осының ішінде, мысалы, мұнда көрсетіліп тұр, Беріш руының жаңағы Иген бөлімшесінің, Айсан Жантоқовтардың, Балдабергенов, Марқабаевтар, Құлтасовтар, Ақжігітовтердің қолдағандығы жөнінде. Сонымен қатар Беріш руының старшина Айбасовтың қарамағындағы қазақтардың тағы да осылай қолдағандығы жөнінде жазады. Беріш руының Жайық бөлімшесінің қазақтарының оның басында Айболатовтың тұрғандығы, ал жаңа Айбасов бөлімшесі
нәтижесінде Таныштықовтардың тұрғандығы жөнінде барлығының аты жөндерін тұтастай осылай жазып көрсетеді. Төменгі жайық шебінің бастығы Акутиннің атаман Покатиловке жолдаған хабарламасы. Исатайдың қарулы қол жинауы өздерін қорғау мақсаты. Халыққа зәбірі өткен сұлтандар мен старшындарды қызметтерінен аулақтатса, олар ханмен келісімге қарсы емес. 1837 жыл 11 маусым. Жағдайдың шиеленісе түсуіне орай Орынбор шекара комиссиясының әскери губернаторы Перовский ішкі орда көтерілісшілерін басу жөнінде бұйрық шығарады. Құрамында 400-дей қарулы адам, 3 зеңбірек бар жасақ құрылады. Оған қоса Жәңгір хан да өз тарапынан әскер жасақтап, жазалаушы отрядтың қатарына қосылады. Мұздай құрсанған Гекке әскерімен қақтығыста Исатай Махамбет қолы жеңіліс тауып, кері шегінеді. Осы жеңілістен кейін Исатай мен Махамбет бастаған 40 шақты көтерілісші жайықтың сол жақ бетіне өтіп кетеді. Сол аймақтағы Шекті Назар, Кете, Адай, Таз руларының жігіттерінен қол жинауға кіріседі. 38 жылдары Исатай Таймановтар, жаңағы мен айттым, өздерін қолдаушы Хиуа мен түркмендерді де кішкене қозғай бастайды, олармен келісімге келеді. Бірақ келісімге келе отырып, оны келісімге келгендігі жөнінде мына архив құжаттарында олар енді біз мұсылман бауырлар деген сөздерге қарай дейін қояды. Ресей империясының жаңағы генерал-губернаторлары да жай отырған жоқ, бұлар да жасақтап, Жәңгір хан тағы да 2 есе жасақтарын жасайды. Көптеген мынау соғыстың нәтижесінде болып жатқан мәселелерді пайдалана отырып, біраз халықты Жәңгір хан да өзіне қарай қаратады. Ең соңғы көтерілістің шегі ретінде айтып кететін болсақ, бұл Жайық өзенінің жақын жерде өтеді. Осы ұрыста Исатай қаза болады. Исатай Таймановтың ерлігін айтқан подполковник Гекке осындай мынау Исатай Таймановты қоршаған кезде беріспей хатында жазылады, беріспей өзінің жан тапсырғандығы жөнінде осындай ақпараттық хаттарда көрсетіледі. Полковник Геккенің Ақбұлақ өзені бойындағы көтерілісшілермен болған шайқас туралы Орынбор губернаторы Перовскийге рапорты. Біздің әскер өкшелей қуды. Олардың 60-70 адамы өлді. Соның бірі Исатай Тайманов. Оның беріспей ұрыс салып жанкешті қарсылық көрсеткені үшін ызаланған казактар жабыла қоршап, қылышпен тілгілеп тастады. Урядник Богатырев өз қылышымен Исатайдың бас сүйегін шауып жіберді. Батырдың денесінде тіршіліктің белгісі қалмағандай. Сонда да тағы бір казак Исатайдың жансыз кеудесіне мылтығын тіреп тұрып, атып жіберді. 1838 жыл 13 шілде. Осы жерде өте жақсы суреттеледі, жаңа Исатай Таймановтың қалай өлтірген. Гекке подполковник өзі айтып тұр. Бұл Орынбор шекаралық комиссиясының қоры. Революцияға дейінгі кезеңде де бұларда қаншама осы көтерілісшілерге қатысты істер қозғалған. Әрбір жүріс тұрысының барлығы бұның есепке алынып отырған. Соңғы шайқаста жан жолдасы Исатайдан айырылған Махамбет қанаты қайырылғандай күй кешеді. Ақбұлақтағы шайқастан кейін қудалаудан, айдаудан көз ашпаған Махамбет те қапияда қайғылы қазаға ұшырайды. Дело о передаче военному суду Мухаммеда Өтемісова. Бұл неге бұлай аталып тұр? Мухаммед Өтемісовті бұлай қарасаңыз, заңсыз, сол кездегі заңның әрекетінсіз өлтірді. Оны жазатайым өлтірдік деп айтады. Сұлтан Баймұхамед Айшуақов болатын. Бұл 15 адам өздері барып қапысызда өлтірген мәселе болды. Ал ол кездегі заң бойынша да бұндай жағдайларда сот процесі жүргізіліп, сол жерде қаралуы тиіс болатын. Бірақ бұның бауыры жаңағы бұл мәселені көтеріп көргенімен Баймұхамед Айшуақов таныстары көп болды. Орынбор генерал жаңа губернаторына шыға отырып, бұл мәселенің бәрін жапқызып тастады. Ал заң бойынша
оның кәдімгідей жазалануы тиіс болатын оны өлтірген адамдар. Себебі ол қапысызда ешқандай қарсылық көрсетілген жоқ қой. Бірақ мұнда бұлар ол қарсылық көрсетілді, найза тыққысы келді деген сияқты айтылады. Бірақ мына жазбаларда жазылады, Махамбет Өтемісов қолға берілмейтіндігі жөнінде айғайлап сөзді айтқан. Енді 15 қарулы адам болғаннан кейін Махамбет Өтемісовтің де басын кесіп алады. Исатай мен Махамбет ел басына күн туып, ер етігімен су кешкен небір қиын кезеңдерде де үзілмеген үміттің, сынбаған рухтың сәулесі. Сол үшін де қашанда қымбат, қастерлі.